Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен ұйғырдың гөрі лағманын жасайтын боламыз, яғни қуырған лағман. Видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ет, пияз, болгар бұрыштары, острый сладкий деп айтылады, болгар бұрышы, петрушка, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, соя, пекин капустасы, май, паприка, томат керек. Бірінші етімізді жұқалап турап аламыз. Сөйтіп 30-40 минутқа мариновать етіп қоямыз. Міне осылай майда етіп турап аламыз. Менің алдыңғы бір видеоларымда көрсеңіздер болады, лағман созылған, алдын ала созып дайындап қойғанбыз. Тек қана бұл жерде подливін дайындайтын боламыз. Міне етті турап болдық. Енді ыдысымызға салып 30-40 минутқа мариновать етіп қоямыз. Паприкамызды қосамыз, соямызды қосамыз. Сояны 2 қасық қоссаңыз да болады. Бұл жерде мен 1 ғана қасық қостым. Май қоссаңыз, қосасыз. Жақсылап тұздап, бұрыштап, қызыл қара бұрыш қолдандым бұл жерде. Осыны жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Біз оға дейін болгар бұрышын, пияздарын турап дайындай береміз. Пияздарын шұқалап, ортасынан бөліп отырып, майдалаңқырап турадым. Болгар бұрыштарында көбік қылып, үлкендеу көбік етіп турадым. Енді адамыңызға қарай істей беретін боласыз. Бұл 3 адамға лайықты етіп істеп жатырмын мен. Сарымсағымызды майдалап тураймыз. Барлығын турлап, дайындап қоямыз. Пекин капустасында осылай майдалап турайтын боламыз. Пекин капустасының тек қана қатты жерін ғана турағанымыз абзал, әдемі болады. Жалпы жапырағы жұмсарып, езіліп кетеді. Сондықтан да қатты жерін ғана қуыратын боламыз. Бөліп алып, 4-5 талғаны алдым. Бұны жақсылап жуамыз, кептіреміз, сосын барып кесіп, тамаққа қосатын боламыз. Жуып, майдалап турап, әрлеу көбек етіп турадым бұны да. Дәмі керемет, бұл пекин капустасы өте осыған лайықты тағам. Жалпы капусталарды қосқанда бұндай дәм шықпайды. Міне біздің маринадталып бітті етіміз. Жаймендеп енді қуыра бастаймыз. Майын құйып аламыз. Қатты қыздырамыз майды, жақсылап қыздырамыз. Көбейде тез дайын болады. Ол маринадталған ет тез қуырылып жатқанда пісіп қалады. Майын тұрғанын қатты болады. Мені қуырылып болып қалды. Енді осыған кішкене жауып қойып бұқтырып пісіріп
Бұның үстіне пиязымызды, капустамызды салып қуыратын боламыз. Әрқайсысын 1-2 минуттан қуырамыз. Томатымызды саламыз. Пекин капустасын салдық мінекей. Енді осының үстіне болгар бұрышын салып, 1-2 минут қана майға қуырып, аламыз да, оны үстіне сарымсағымызды, петрушкамызды саламыз. Тұзын дұрыстап аламыз. Енді осының үстіне дайын тұрған лағманымызды алып, мына жерде 3 порция істеп жатырмын. Үстіне салып, поливка жақсылап араластырып, не осылай 1-2-3 минутқа түштетіп қоямыз бетін жауып. Міне біздің лағманымыз дайын болды. Керемет дәмді. Міне осылай дастарханға ұсынатын боламыз. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп отырыңыздар.